Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Есімім Назерке Айдынғалиқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сіздерге түсіндіргім келіп отырған тақырып бұл Дулат Исабековтің «Әпке» драмасы. Жалпы бүгінгі сабағымызда Дулат Исабеков кім, оның қандай шығармалары бар, драма дегеніміз не және «Әпке» драмасы не туралы осы сұрақтарымызға жауап алатын боламыз. Ең алдымен Дулат Исабеков кім? Жалпы Дулат Исабеков жазушы, әрі драматург, көптеген пьеса, роман, әңгіме және повестердің авторы. Ол 1942 жылы 20 желтоқсанда оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында дүниеге келген. Біздің бүгінгі өткелі отырған тақырыбымыз «Әпке» драмасы Дулат Исабековтың ең үздік шығармаларының бірі. Назар аударайық, жалпы драматург, жазушы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы, жаңа айтып кеттім, ең үздік шығармаларының бірі. «Әпке» драмасы сахналық қойылымға арналған шығарма. Ол ең алғаш рет Мұхтар Әуезов атындағы драма театрда 1978 жылы тұңғыш рет қойылды. Содан бері әлі күнге дейін сахнадан түскен емес. Өте кең таралған туындылардың бірі, яғни драмалық туындылардың бірі. Ал енді драма дегеніміз не? Осы сұраққа тоқталайық, Драма деп сахнада қойылатын, диалогке құрылған көркем шығарманың түрін айтамыз. Драмалық шығармаларда баяндау болмайды, яғни оқиға және де тартыс желісі, репликалар, яғни кейіпкер сөзі арқылы дамиды. Драмалық шығарма көбінесе театрға арналып жазылады. Енді тағы да «Әпке» драмасына оралайық. Жаңа айттық, 1978 жылы тұңғыш рет Мұхтар Әуезов атындағы сахнада қойылды деп. Енді бұл шығарманың кейіпкерлеріне тоқталайық. Шығармада бірнеше кейіпкер бар. Соның ішінде шығарманың басты кейіпкері ол бізде Қамажай. Қамажай бұл Омардың, Темірбек пен Ермектің әпкесі, яғни бұлар бір отбасының адамдары. Қамажай мінезі жағынан қамқор, қарапайым, бауырмал, әрі өте мейірімді кейіпкер. Одан кейін Омар бұл Қамажайдың інісі. Мамандығы жағынан ол ғалым, философ, көбінесе ғылыми тілде сөйлейді. Өте сыпайы, адамгершілігі мол, көзілдірік тағатын, өзінің бойын ашуға билетпейтін, көп сөйлегенді ұнатпайтын адам. Шындығына келгенде Омар ғылымды сүйетін адам. Және драмада оның лақабаты, яғни оны Ом деп атайды. Келесі кейіпкер бізде Тимур, яғни Темірбек, Қамажайдың інісі, КамАЗда бригадир болып жұмыс істейді. Драмада өте тік мінезді, бұрама тілді, бірақ өте адал адамдардың бірі, және қызуғанды, және дөрекі, сонымен қатар айналасындағы өзін қоршаған адамдарға қамқор болып келеді. Келесі кейіпкер бізде Ермек. Ермек ол Қамажайдың інісі, өте сүйкімді кейіпкер, үйінің кенжесі. Одан кейін Қамажайдың сіңілісі, одан кейінгі кейіпкер бізде Нәзила. Ол мұғалім болып жұмыс істейді. Өте тік мінезді, тура сөзді, ерке мінезді қыздардың бірі. Келесі кейіпкер ол бізде Гаухар, Нәзиланың құрбысы. Шығармада ол Омарға ғашық қыз ретінде суреттеледі. Ойын көтере алатын, адамгершілігі мол кейіпкерлердің бірі. Енді шығарма не туралы, басты оқиғаларға тоқталайық. Жаңа айттық, шығармадағы басты кейіпкер ол бізде әпке, бауырларына қамқор жан, Қамажай. Қамажай алдына келген қиындықтарды көтере білген, бауырларына қамқор кейіпкер.
Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екендігін байқауға болады. Ата-анасынан жастай айырылған ол өзінің өмірін тек қанағы бауырларына арнайды. Және өзінің өмірін тек қана бауырларына арнаймын деп, өзінің жеке өмірін де ойлауды қойып қояды. Тіпті шығармада Қабен атты кейіпкер бар. Қабен атты кейіпкер Назиляға ғашық, Қамажайға ғашық, Қамажайдың жігіті. Қабен Қамажайға сөз айтып келген кезде, мен әлі бауырларымды тастап кете алмаймын, олар мен үшін әлі бала, олар өздігінен өмір сүре алмайды деп, Қабеннің ұсынысынан бас тартады. Енді драманың басты оқиғаларына тоқталайық. Жалпы драма өте шиеленісті оқиғадан басталып, одан әрі өрбиді. Алғашқы оқиға Темірбектің, яғни Тимурдың өзінің құрбысын, нақтырақ айтқанда болашақ жарын, үйге қонақ ретінде әкелуден басталады. Сол кезде Назиляның айтқан бір ауыз сөзінен үйде ұрыс шығып кетеді, олардың жаңағы ренжіп үйден кетіп қалуымен, Гаухардың ренжіп үйден кетіп қалуымен аяқталады. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам деп айттық қой, бірақ та өзіне жан-жақтан келген қыспақтардан ол ауруға шалдығады. Шығарманың соңында, тіпті Қабеннің Қамажайға жасаған ұсынысы да тосыннан болғандықтан, ол ойланбай жауап беріп қояды оған. Бірақ та өзінің жүрегіндегі оған деген үлкен сезімді жасыра алмайды. Сонымен қатар шығармадағы жаңағы Тимурдың ғашығы деп айттық, болашақ жары деді, өзінің баласын алдырып тастайды. Сол оның алдырып тастағандығын естіген Қамажай оны шапалақпен бетінен тартып жібереді. Сол кезде інісі Темірбек оған қатты ашуланып үйінен кетіп қалады. Алайда Қамажай оны шарасыздықтан жасайды ғой, сөйтіп Қамажайдың шарасыздығы сонша өзінің келіні Камилядан кешірім сұрауға дейін барады. Оқиға соған дейін өрбиді. Бірақ та Темірбек жаңағы шығарманың соңында өзінің ісіне өкініп, жаңағы Қамажайдан кешірім сұрап келеді. Жалпы әпке драмасы осындай оқиғалардан тұрады. Шығарма оқиғаға толы әрі қызықты болып келеді. Қысқаша әпке драмасы осындай. Сонымен сабағымызды тағы да қорытып жіберейік. Бүгінгі басты шығармамыздың тақырыбы бұл әпке драмасы. Әпке драмасының авторы Дулат Исабеков. Шығармада бірнеше кейіпкерлер бар. Басты кейіпкер ол бізде Қамажай. Сіздерге сабақ түсінікті болса, бүгінгі сабақта өткен тақырыптарды, мәліметтерді дәптерлеріңізге жазып алуды сұраймын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.